Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде математика сабағы. Мен бүгінгі сабақта сендермен бірге дүкенге барғалы тұрмын. Әрине, мен өзімнің үйдегі жинаған монеталарымды, теңгелерімді алып шықтым. Кеттік бірге. Міне балалар, дүкенге де жақындап қалдық. Дүкеннен мен өзіме қажетті түрлі заттарды көрдім. Бірақ оның бәрін алуға менің әрине ақшам жетпейді. Вау, қандай керемет қобдиша! Бұл маған өте қатты ұнап тұр. Қандай күшті. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздің қобдишаңыз қанша теңге тұрады? Бұл қобдиша 50 теңге тұрады. Менің ақшам бар ма екен 50 теңгелік сізге тура төлеу үшін? Сізге 50 теңге берейін бе, жоқ ұсақ ақшалармен берейін бе? 50 теңге беріңіз. Сізге тура төлеу керек болып тұр ақшаны, иә? Міне, 50 теңгеңіз. Рахмет. Рахмет. Балалар, сендер байқап тұрғандарыңдай, біз бір затты төлеу үшін оған тура ақша төлесек болады екен, немесе ақшаны ұсақтап төлесек болады екен. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есеп шығару. Ақшаны қалай төлейміз? Ол үшін келесі суретке назар аударайық. Есептерді шығармас бұрын, есептің қандай бөліктерден тұратынын есіңе түсіріп көр. Кәнеки ойлан. Есептің есіңе түскен болса, негізгі екі бөлігі бар. Ол шарты және сұрағы. Есептің шартын оқып көрейін. Алмаста бір алма және екі алмұрт бар. Сұрағы, алмаста барлығы қанша жеміс бар? Енді бізде есептің шарты және сұрағы белгілі болса, біз оның шешуі мен жауабын қиналмай таба аламыз. Шешуі бір алмаға екі алмұртты қосамыз. Яғни бір қосу екі. Барлығы жауабы қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. Барлығы алмаста 3 жеміс бар. Мінекей балалар, сендер есепті оңай еске түсірдіңдер. Ал міне қызық балалар, бүгінгі сабақта біз саудаға қатысты есептерді шығарып үйренеміз. Есепке сәйкес тірек сызбаны таңдай алатын боласың. Назым асханаға келіп көріп тұрсыңдар. Ол тоқаш пен бір стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге тұрады, ал сүттің бағасы 30 теңге тұрады. Назым қанша ақша жұмсады? Кәнеки, ойланып көрейікші. Балалар, бұл есепті дұрыс шығару үшін есептің қандай бөліктерден тұратынын еске түсірейік. Дұрыс айтасыңдар, есептің шарты. Назым асханадан тоқаш пен бір стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Екінші, ол міндетті түрде сұрағы. Назым қанша ақша жұмсады? Ендеше есептің сызбасына назар аударайық. 20 теңге. Ол бірінші бөлік нені білдіреді? Ол тоқаштың бағасын білдіреді. 30 теңге. Есептің екінші бөлігі нені білдіреді? Ол бір стақан сүттің бағасын білдіреді. Бізге не табу керек? Бізге барлығы қанша ақша жұмсалғанын табуымыз керек, немесе бүтінін табуымыз керек. Ол үшін біз қандай амал пайдаланамыз? Дұрыс айтасыңдар, қосу амалын. Ендеше 20 теңге қосу 30 теңге. Қанша теңге болады? 50 теңге. Тамаша. Сонымен жауабы Назым 50 теңге жұмсады. Жарайсыңдар балалар, сендер менімен бірге өте жақсы жұмыс істедіңдер. Ал келесі тапсырманы орындап көрейік. Есепті оқы, есептің шарты мен сұрағын тап. Есепті шығар, жауабын жаз. Ал бастадық оқып көрейік. Кәнеки. Әмиянда 10 теңге бар. Балалар, әмиян деген кошелек. Оған тағы 6 теңге салынды.
әмиянда енді қанша ақша болды? Бірінші бөлігі 10 теңге, ол қанша әмиянда ақша болғанын көрсетіп тұр. Екінші бөлігі қанша ақша салынғанын көрсетіп тұр. Бізге табу керек барлығы қанша ақша болды. Яғни бүтінін табу. Бірінші бөлік пен екінші бөлік бізге белгілі. Біз бүтінін оңай таба аламыз деп ойлаймын. Кәнекей, бірге шығарып көрейікші. Ал, кеттік. 10 қосу. Тағы қанша теңге салынды? Дұрыс айтасыңдар. 6 тең барлығы қанша теңге болды әмиянның ішінде? Тамаша. Барлығы 10 теңге болды. Біз тапсырманы оңай шығардық. Ал ендеше, мен келесі сұрақты қойғым келіп тұр. Бізде осы жерде есептің шарты бар ма? Бар. Қарайық. Міне балалар, әмиянда 10 теңге бар, оған тағы 6 теңге салынды. Міне шарты. Сұрағы бар ма? Иә, сұрағы бар екен. Әмиянда енді қанша ақша болды? Бұл есептің сұрағы. Тамаша, мен сендердің өте жақсы шығарып отырғандарыңа күмәнім жоқ. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма бүгінгі сабақтың ең соңғы тапсырмасы. Балалар, сендерге қарандаш қанша тұрады, өшіргіш қанша тұрады, сурет бойынша есеп құрастыр және шығар деп тұр. Қиын ба? Әрине, сендер сияқты ақылды балаларға бұл өте оңай тапсырма. Және есептің екі бөлігін есімізде сақтаймыз. Шарты және сұрағы. Яғни шарты мен сұрағы арқылы біз есепті құрастыруымыз қажет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сендер өте керемет жақсы жұмыс істедіңдер. Жақсы, сау болыңдар.